Сәлеметсіз ме? Қазіргі кездегі қашықтан оқуға байланысты біз көп уақытымызды отбасымызбен бірге өткіземіз. Тәрбие отбасыдан басталады. Отбасының екі тірегі бар: әлпештеген әке мен аялаған ана. Ата-анаға үлкен қызмет етіп, әкенің еңбегін, ананың ақ сүтін өтеу біздің борышымыз. Ата-ана отбасының негізгі тірегі. Әкеден ақыл алсақ, анадан мейірім аламыз. Әкені айтар болсақ, әке отбасымыздың асыраушысы, қамқоршысы. Ана болса, отбасымыздың ұйытқысы, шуағы, жылуы. Бүгін мен сіздерді бақытты отбасымен таныстырамын. Отбасы ол отаным бақ мекені, хақ тағалы қияды ақ некені. Отбасы бір мемлекет шағын ғана, одан ұлы елдерде қап кетеді. Әкем менің асқар тауым, тірегім, бәрінен де сен қымбатсың білемін. Қанат қағып кетсем алыс қияға, сен деп соғар жұдырықтай жүрегім. Нұрын шашқан күнімсің ғой жан анам, бар шуағын баласына арнаған. Бір өзіңнен қуат алып өмірде, сенің салған сара жолды жалғағам. Бауырларым мақсаттары ұштасқан, жұлдызы боп жайнайды түнгі аспан. Сағынысып бірін-бірін іздейді олар, әуелі өзгелерді бір құшпастан. Өз отбасым, отаным ошаққасың, мен сенің бесіктегі әлдейіңмін. Ойдағы барын берген, ақ сүтін нәрін берген. Ата-ананың үміт арманы баласымен бірге жасайды. Сол себепті олардың бар тілеуі балаға бағышталған.